Ассалаумағалейкум. Бүгінгі таңда Сербия астанасы Белградта әлем чемпионаты өтіп жатқандығы белгілі. Онымен қоса елде кәсіпқой бокстағы проспектіміз Данияр Елеусіновке қатысты ақпарат шықты. Бұл енді айтарлықтай жаңалық. Сондықтан мен әуесқойда аздап артқа сыра тұрып, Даниярдың әлем чемпионы атануға мүмкіндігі барсын туралы айтамын. Сосын ғана Белградтағы жаңалықтармен бөліспекпін. Қанша дегенмен біз бұл арнада кәсіпқой боксты көп айтамыз. Демек басымдық та осы бағытқа беріледі. Кеше Даниярдың менеджері Зия Алиев олимпиада чемпионымыз нағыз әлем чемпионы атағы үшін сынға түседі деді. Ол жартылай орта салмақ бойынша IBO белбеуі үшін сынға түседі. Шындығында да бұл нағыз әлем чемпионы деген атақ беретін сын. Дәл қазір орта салмақ бойынша бұл белбеу Геннадий Головкинде де бар. Сонымен бұл не белбеуі? Ол WBC, IBF, WBA және WBO секілді белбеулермен теңесе алмас. Десе де оны екінші деңгейлі белбеу деуге де келмейді. IBO белбеуі тым мықты боксшыларды қызықтыра бермейді. Десе де кәсіпқой бокста ол элита қатарына кіруге маңызды баспалдақ болып саналады. Дәл қазір Елеусіновке бұл қажет. Аймақтық белбеулерге қарағанда салмағы ауыр. Жартылай орта салмақта IBO белбеуі бұрыннан бері сарапқа салынып келеді. Оны алғаш болып 1993 жылы Кенни Гулд ұтып алған. Бір жылдан соң ол Роджер Мейвезердің қолына түсті. Ал бұл белбеу үшін өткен нағыз бәсеке ол Флойд Мейвезер мен Зап Джуд арасында өтті. Өздеріңіз білетіндей болсында Флойд жеңіске жеткен еді. Соңғы рет бұл белбеуді өткен жылы американдық Джаран Энис пен оңтүстік африкалық Крис Ван Харден сарапқа салған болатын. Алайда бұл кездесу орын алмаған болып есептелді. Бірінші раундта қос боксшының бастары соғысып, Харденнің қабағы жарылды. Дәрігерлер оған ары қарай бокстасуға тыйым салып, белбеу сол күйі бос қалды. Енді міне сол вакантты белбеуді ойда жоқта Елеусінов ұтып алар мүмкіндік туып тұр. Шындығында бұл белбеу Даниярды танымалдар қатарына көтереді. Ең бастысы оның қарсыласы кім болмақ? Міне осы сұрақ бізді қызықтырады. Қарсы бұрышқа бір мөшек боксшыны алып келіп қоймаса болғаны. Бұл жағдайда қазақ боксшысының атағының құны жоғары болмайды. Естеріңізге салайық, бұл бәсеке 18 желтоқсанда Астанада өтеді. Елеусінов әлі анықталмаған қарсыласын ұтып белбеуді алса, Қазақстаннан шыққан 5-ші әлем чемпионы атанады. Оған дейін мұндай мәртебеге елімізден Геннадий Головкин, Бейбіт Шүменов, Жанат Жақиянов және Василий Жировтар ғана жеткен болатын. Ал енді жайлап Белградқа ауысайық. Өкінішке орай, менің кешегі қорқынышым расталды. Сол шығарылымда көрсеңіздер, мен Бек Нұрмағанбет үшін алаңдайтындығымды айтқан едім. Бұл бекер емес екен. Кәсіпқойға кетіп әлем чемпионатына қысқа уақыт қалғанда ұлттық құрамаға шақыртып алып, оған келіскен Бек бірінші сынындағы ұтылып қалды. Қарсыласы мықты болса бір сәрі. Бразилиялық Кена Мачадаға жол берді. Мұнда біз Бек әлсіз демейміз. Мұнда стиль. Кәсіпқой бокстағы стиль ешқайда кетпепті. Әуесқойға толық төселмеген. Нәтижесінде жеңіліс болды. Бекке енді бір жолата кәсіпқой бағытты ғана ұстау керек. Ал Асланбек Шынбергенов қуантты. Ол ирандық Фархат Морадиге ешқандай мүмкіндік қалдырған жоқ. Кездесу басталмас бұрын Шынбергеновке Арман Жұмагелдиев арнайы келіп мотивация беріп кетті. Асланбек Шын келесі кезең күрделі болғалы тұр. Ол енді өзбектердің тағы бір профиінден оралған боксшысы Шахрам Гиясовпен жолығады. Оны өтетін болса Асланбек жүлдегерлер қатарынан көрінетіндігі анық. Гиясов профиде 11-сін өткізіп, әуесқойдан кеткендей болған. Бірақ ол да бұл әлем чемпионатына қатысуға тілек білдіріпті. Енді Асланбек оны Хасанбойдың артынан жібереді деген үміт басым. Ал бүгін 3 боксшымыз бәсекеге түседі. 57 келілік Серік Теміржанов екіншісінде жапондық Рейто Цуцумимен шығады. Ал Абылайхан Жүсіпов венесуэлалық Кристиан Паласиомен бақ сынаспақ. Нұрлан Сапарбай бүгін дебютін өткізеді. Аса ауыр салмақтағы алыбымыз испаниялық Аюб Гатфа Дриссимен шеберлік байқасады. Жігіттерге сәттілік. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.